Өгей келін. Үйге әжем келсе, бізден береке кететін еді деп бастады әңгімесін еңлік есімді оқырманым. Айғай шу шығарып, баласын алып кетеді. Сондағы айтатыны, балама ұл туатын қатын әперемін, бала белде, қатын жолда деп. Әкем де соңынан ілесіп кете беретін. Арада қанша жыл өткен білмеймін, әкем кейін кетуін қойды. Қыздарымды ұлға айырбастамаймын дейтін. Солай әжем де әкетуін қойды. Ес білгелі әкем көп ішетін. Ішіп алса, жер бетінде ең жаман адам әкем еді. Себепсіз анамды ұрып, төбелеп үйдегі заттарды құртып, берекеміз қашатын. Ал ішпесе, әкемнен жақсы пенде жоқ. Мен 1996 жылы Өзбекстан Республикасында туылыппын. Менің алдымда әпкем, менен кейін 2 сіңілім бар. 2000 жылдары біздің отбасы Қазақстанға көшіп келдік. Келгелі пәтерден пәтерге күн кешіп, айлықтан шайлыққа өмір сүріп жүрген қарапайым отбасы едік. Бала болсақ та өз қатарымыздан, тіпті үлкендерден алқаштың қызы деген сөздерді көп естідік. Жоқшылықта ішкіш әкеммен алысып жүріп, балалық шағымның тәтті күндері болмапты. Солай өмір өте берді. Мен де 8-ші сыныпқа келгенде Алла тағала әкеме ынсап беріп арағын тастады. Сол-ақ екен, берекеміз кіріп жер алдық, адал еңбекпен тірнектеп жүріп. Оған өз қолымыздан үй салдық. Әрбір кірпішін 4 қыз әке-шешемізбен бірігіп тасып қаладық. Мектепте сабақты жақсы оқыдым. Бірақ көрген қиыншылықтар, ұрыс-керіс менің өз-өзімді бағалауымды өшіріп тастапты. Өз-өзіме сенбеймін. 9-шы сыныпқа көшкенде әлі дұрыс бітпеген үйімізге көшіп бардық. 11-ші сыныпты аяқтап, жоғарғы оқу орнына түссем болар еді-ау. Оған сенімім болмаған соң, 9-дан кейін колледжге кетіп қалдым. Кейін жыл өтіп үлкен әпкемді алып қашып кетті. Жөн жоралғысын жасап, әке-шешемде өз міндеттерінен құтылды. Колледждің 1-ші курсында оқып жүріп, алғашқы махаббатыммен таныстым. Көп қиындықтарды сонымен жүріп еңсердім. Оны қатты жақсы көрген едім. Бірақ ара қатынасқа анам қарсы болды. Балалық шағымның мәз болмағаны аздай, келіндік өмірімде қиындықпен бастау алды. 2 қайын әпкем бар екен. Және егде жасқа келген ата-енем. Жолдасым Ерхан вахталық жұмыс жасайтын. Шаңырақ көтергенімізге 1 ай болғанда дала сыпырып жүрген мені жолдасым шақырып алды. Жатын бөлмеде отыр екен. Саған айтар әңгімем бар. Келші отыр өтінем. Жаман ештеңе ойламадым. Жанына келіп отырдым. 1,5 жыл алдын үйлендім. Сенің алдыңда. Небәрі 2 ай уақыт қана бірге өмір сүрдік. Естігенде шокқа түстім. Мұндайды күтпедім. Қыздың өзі тұрғысы келмепті-мыс. Бірақ кейін естідім барлығын. Атам күн бермеген екен. Отырса опақ, тұрса сопақ етіп. Кеткен қатын қай кезде болмасын жаман атанатыны анық қой. Келгеніме 1 ай толса да, қыңыр мінезді қайнатамның мінезін де байқадым. Атамды жамандағандай болмайын. Бірақ тілі деген у шашып тұр. Өзінен басқа адамның бәрі жаман, тек өзі ақылды. Әйтпесе жаңа келінге түскеніне 1 ай болмаса да, кім мінезін көрсетуші еді. Амал жоқ болары болып, бояуы сіңген соң қайда барамын? Мен де қайтып келген қыз атанбайын деп, бұл қиындықтарға да мойын ұсынуды үйрендім. Несін жасырайын? Қиын мінезді отбасыға тап болыппын. Өмірім қиындай берді. Воротадан әрі тысқа шығармайды. Дүкенге шығу керек бола қалса, бәрінен қайта-қайта сұранып, не алуға бара жатқаныңды айтып шығуың керек. Маған көрсеткендерін жаза берсем, мұнда да сыймас. Жаз айы келді. 2 қайын әпкем бала шағасымен төркіндеп келді. Мен де алдарында құрақ ұшып, жүгіріп қызмет жасап жүрсем, соны бұл кісілер жуастық, сыйлап қызмет жасағанды сүмелектік дейтін. Мұндайда көр адамдар болады екен-ау деп, өз-өзіммен күйіп пістім. Сонымен не керек? Өйстіп арпалыстармен арада 2 жыл өтті. Құрсақ көтеріп қызымды босанып алдым. Осы қызыма да қайын әпкелерімнің тілдері тиетін еді. Әке-шешесіне ұқсап
сүмелек болмасын деп. Естігенде сөз қайтармастан үнсіз жылап қалатын едім. Үйде ұрыс-керіс, айғай-шу өте көп болды. Бір күні жолдасым Ерханның ойын ойнайтынын білдім. 2012 жылдан бері ойнайды екен. Осылай қайынәпкелерімнің арқасында біздер ажырасуға дейін бардық. Бірақ ажыраспадық. Күйеуімнің тағы да бір былығы, онсыз да арамыз жақсы емес, әпкелерім мен қайнатаммен арамыздағы қатынасты ушықтыра түсті. Жолдасым ақырында құмар ойынға үйді де тігіп қойыпты. Мұны әпкем де естіген екен. Сол күні қайынәпкем үйде болатын. Үлкен ұрыс шығар күні кейін қайтамын үйіне деп отқан ол. Сол күні асығыс-үсігіс жолға шығып кетеді. Үйіне жеткен соң әкесіне қоңырау шалып жағдайды түгел айтқан. Атам сол сәтте жаныма келіп, аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып, айтпаған сөзі қалмай маған ұрсып жатыр. Үйді мені алып қояды деп ойлады ма, анайы сөздерге дейін айтып, саған бермеймін үйді деді. Амалым жоқ, ортаға төркінімді салдым, шақырдым. Атам ажыраста ажырассын, маған бәрібір деп кесіп айтты. Ерхан болса қайта-қайта кешірім сұрап, қалуымды өтінді жалынып. Енді жасамайтынын айтып, ант су ішті. Күйеуімді жақсы көріп қалған екенмін. Оны қимадым, қалдым. Солай күндер де өте берді. 2020 жылдың мамыр айында тағы да жүкті екенімді білдім. Қатты қуандым. Бірақ сол баяғы қыңыр мінезді қайнатамның кесірінен үйде жиі ұрыс болды. Не ішем, киемін бәріне араласатын. Қуанышым көпке ұзай қоймады. Іштегі сәбиді 11 аптасында Озейдин синдром Дауна деп диагноз қойды. Содан бастап бармаған есік қалмады. Дәрігерлерге көріндім, бірақ өкінішке орай барлық есіктен жылап шықтым. Соңғы мүмкіндік кіндіктен анализ алу болды. Балапаным үшін оны да жасадым. 20 аптада генетикке анализ тапсырдым. Ертесіне нәтижесі дайын болды. 98% Дауна және де ұл бала деп айтты. Аспан айналып жерге түскендей, бар әлем маған қарсы болып кетті ма, менен неге қиындық арылмай қойды деп жыладым. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес қиналысымды. Бірақ балапанымды алдыруға шешім қабылдадым. Сол бір аптада ауруханаға жатқызып, баланы босандырып алды. Бірақ қарай алмадым балама. Өкініш өзегімді өртемесін деп, бір апта жатып үйге шықтым. Абысындарым, құрдас келіншектерім көңіл сұрап келді. Абысындарым мен құрдас келіншектеріме шәйлерін беріп шығарып салдым. Сөйтіп атам және жолдасыммен сөйлеспек болдым. Сөз бастамай жатып атам сол баяғы боқтанып кеткені. Ішімде бүгулі жатқан, жүректі жаралаған әрбір сөз бен күндерді жылап айтып жайып салдым. Тілді осылай шығарады екен. Әйтпесе кім атасының, күйеуінің бетінен алып төсіне шапсын. Саған тигенше күйеусіз өтуім керек еді деп өз-өзімді тоқпақтап ұра бердім. Анадай жерден атам мысқылдап күледі. Айттым ғой саған, жынды болғатын. Жынды болған есінен ауысқан деп. Шынымды айтсам, төзім дейтін шыным шытнаған секілді. Тәңірімнен сынбаса екен деп тіледім. Қарызын сұрап күнде келеді адамдар. Ығырым шықты тіпті бәрінен. Бір жағы қызымды әкесіз өсіргім келмеді. Әкесін жақсы көретін. Ерхан баяғы әдетінше енді ойнамаймын, қойдым деп кешірім сұрап жүр. Осылай себепсіз тисе берген соң мен де сөйледім. Жолдасыма тағы қарсы қойып, айтпаған сөзді айтты етіп жексұрын қылды. 30 желтоқсан болатын. Әке шешемді шақырдым. Және қайын жұртымнан әулетіміздің үлкен кісілерін, аталар мен апаларды да шақырдым үйге. Сөзді анам бастады. Құда, бұл не болды өзі? Ұрыс шығармай отыра алмайсыз ба? Сен қызыңды мені өлтірсін деп жібергенсің дейді атам. Өлтіргізер болсам 6 жылдан бері айғарап жүрмін ба, қызымның жүйкесін тоздырып. Сіз аманатқа қиянат жасап отырсыз. Мына жастардың өмірін қор етіп, қайта ақыл айтудың орнына. Әңгіме барысында атам менің ұлым емес, бұны асырап алғанбыз деп қойып қалды. Бәсе, өзіңізден жаралмаған соң басыңыз қатпайды. Бірақ сұрауы бар бұның. Арғы дүниеге барғанда жауап бересің деді анам. Атам күйеуіме қарап тұрып,
Жетім қойды бақсаң, аузы мұрныңды май етер, жетім баланы бақсаң, аузы мұрныңды қан етер деді. Күйеуім екі көзі жасқа толып жылады әбден. Болды, ажыраспаймын, қоямын бәрін, соңғы мүмкіндік берші, кетпеші. Оған ренжулі болсам да жаным ашып аяп кеттім. Жақсы көретінімді түсіндім. Атамның отбасымызға бір пайдасы тимейді. Мейлі көмегі болмай-ақ қойсын. Бастысы бізге ұрыс шығармай, берекені алмай тыныш отырса болды. Басқа ештеңе сұрамаймыз. Аллаға осы сынақтарға сынбай өтуіме сабыр бергені үшін сан рет шүкір етемін. Әкем мен анама да алғысым шексіз. Мені жетектеп алып кетсе де болар еді. Олай жасамай, үй болып кетуімізге ең үлкен үлес қосқан жандар. Осы қиындықтардан жолдасым да үлкен сабақ алды. Құмар ойын ойнауды қойды. 2 жылдай болып қалды. Бұл жолға түспесін де Алладан күндіз түні тілеймін. Оған сенемін, қайта артқа қайтпайтынына. Бізден басқа ешкімі жоқ. Өйткені ол жалғыз қалды. Ажырасу сөзін жолдасымның асыранды бала екенін білген соң екеуміз де айтпайтын болдық. Алла бізді ажыратпасын, өгей әкеге күнді қаратпасын деп балаларымның да қазір Аллаға шүкір етемін. Жағдайымыз жақсы. Жолдасым тапқан табысын үйге әкеледі. Отбасылы болып жиі қыдырамыз. Жақсы жаңалығым да жоқ емес. Алла құрсағыма бала салды. Жатсам тұрсам да 12 мүшесі сау болып туылуын дұға етіп сұраймын. Өміріміздің ағымы әлі алдыда. Қандай сынақтар тұрғанын білмейміз. Десе де баламен қайтып сыналмасақ екен деп екеуміз күндіз түні тілейміз. Және де ешбір ананы өзінің өгей бала екенін білсе де атамыздың жағдайын жасап қарсы келмейді, сыйлайды. Шүкір бақыттымыз. Бірақ ең сұраулы болып тұрғаны Ерханымның кім екенін білмейміз. Маған оның кім болғаны маңызды емес. Қалай бар, солай қабылдап жақсы көремін. Бірақ сеземін, ол қатты қиналады. Ер азамат қой, ата тегін білмей жүру деген ең үлкен азап қой. Атамнан сұраған едім. Жас қыз босанып тастап кеткен екен. Ауыл арасындағы әңгімелерден көп естігенім кәріс дейді. Білмеймін. Осыны ойласам басым қатады. Ең болмаса ата тегін, руын, қанын біліп жүрсе деймін. Атама да қанша сөйлесе де тіл тигізбеймін. Ол кісіге жақсы қараймын деп уәде бердім өзіме. Ертең бізде қарт боламыз. Атаға істеген алдымызға келмесін деймін. Түптің түбінде әркім өз күнәсі үшін жауап береді ғой, Алла алдында.